Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 3-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. 15-ші жаттығу тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене қыз қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне келді. Алдына ыдысқа салып, жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп, сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сағаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Нығмет Ғабдуллин. Сұрақтарға жауап бер. Бақшаны кім аралап келе жатты? Бақшаны Омар атай аралап келе жатты. Ол нені көрді? Ол жусанның ығында бүрісіп отырған торғайды көрді. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді. Торғайға әбден жаңбыр өткен, әрі тоңған, қорыққан. Оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Оқиға көктем мезгілінде болған, оны көк шөптерден, жаңбырдың жауғаннан байқадық. Әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздердің қатарын құраймыз. Тірек сөздер бақша, Омар атай, жусан, торғай, жаңбыр, көктем, көк шөптер. 16-ші жаттығу тыйым сөздерді көшіріп жазамыз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуіңді, өйткені себебі сондықтан сөздерін пайдаланамыз. Себебі құстар табиғаттың бір бөлшегі, оларға қамқор болуымыз керек. Өйткені балапандары анасыз қалмауы үшін атуға болмайды. Құстардың бізге пайдасы өте көп. Шығармашылық үзіліс. Орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Қоян. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып. Демек, бұл жерде берілген ертегіні біз бөліктерінен қалпына келтіреміз. Менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенемін. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп, қалайын деп тұра жөнелді. Демек, қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты ыза болады. Мен көрінген нәрседен сескенемін. Бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп, қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жазамыз. Бұл жерде қорыққанға қос көрінер мақал мәтел сәйкес келеді екен. 18-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Қанша сәбіз еді? Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп. Әсіресе 5 көжек, маған нағыз дос көжек. 5 көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан. Бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші ал енді. Қанша сәбіз еді? 11 сәбіз болған. Көжек қоянның баласы, өжет батылдық жүректілік. Демек, 11 сәбіз болған екен. Сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар.